Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай нәзік, өте дәмді болып шығатын пирогты, яғни бәлішті дайындайтын боламыз. Осылай кескенде өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал менімен бірге дайындап көріңіздер. Ал енді бізге керек болады ұн, сары май, қант, разрыхлитель, яғни қопсытқыш, және бір жұмыртқа керек болады. Ал енді бізге таза ыдысымызға осылай комнатный температурада тұрған жұмсақ сары майымызды салып аламыз. Оның үстінен 50 грамм қантымызды саламыз. Одан кейін қантымызды салып болғасын, екеуін жақсылап вилканың көмегімен, не болмаса, егер сіздерде миксер болса, миксердің көмегімен осылай біріктіріп аламыз. Осылай қантымыз бен майымызды біріктіргесін шетке алып қоя тұрамыз, және қопсытқышымызды ұнымызға қосып, осылай екеуін біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осылай електің көмегімен, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша, менде осындай елек, соның көмегімен ұнымызды осылай електен өткізіп, майлы массамызға қосып, жақсылап қолымызбен үйіліп, біркелкі болғанша біріктіреміз. Біздің ұнымыз, яғни қамырымыз осындай үгітілген формаға енуі керек. Оның үстіне бір жұмыртқамызды шағып, ұнымыздың басын біріктіріп, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Енді міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ жұмыс илеуге ыңғайлы етіп, қамырымызды илеп алдық. Енді шетке алып қоя тұрамыз. Енді мен пирогты осындай формада пісіретін боламын, яғни диаметрі 24 форманың қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп аламыз, яғни кіші бөлігін алып қоямыз да, қолымыздың көмегімен осылай бір тегістетіп жаздырып шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Қамырымыздың мына екінші бөлігін алып, шеттерін бір тегістетіп, бір формаға енгенше барлығын тегістеп жайып аламыз. Міне жұмсақ қамырымызды формамызға бір тегістетіп жайып шықтық. Енді осылай вилканың көмегімен шеттерін тегістеп аламыз. Пирог піскенде өте әдемі көріну үшін, яғни жоғары жақтарын да бір тегістетіп, бірдей формаға келтіріп аламыз. Осылай қамырымыз дайын болғаннан кейін, салмасы дайын болғанша холодильникке қоя тұрамыз 20-30 минутқа. Салмасын дайындаймыз. Сол үшін бізге творог, яғни сүзбе, қант, қаймақ, бір жұмыртқа керек болады. Таза ыдысымызға творогымызды, яғни сүзбемізді салып аламыз. Оның соңынан қантымыз саламыз. Одан кейін қаймағымыз саламыз, және қаймақтың соңынан бір жұмыртқаны шағып саламыз. Енді салмамызды блендердің көмегімен мен езіп аламын. Егер сіздерде блендер болмаса, миксер немесе вилканың көмегімен де осылай езіп алсаңыздар болады. Міне бізде осылай салмамыздың ортасына салатын кремі дайын болды. Енді оны пирогымыздың қамырына құйып аламыз.
Мен пирогты осылай шиемен, яғни қатырылған замороженный шиемен әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да түрлі сүтті жеміс-жидекпен әрлесеңіздер болады, не болмаса шоколадный крошка сепсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді пирогымызды осылай әсемдедік. 180 градуста 30-40 минут пеште пісіретін боламыз. Міне пирог дайын болды. Шпажканың көмегімен тексеріп көріңіздер. Егер шпажка құрғақ болса, онда пирогымыз дайын деген сөз. Осындай әп-әдемі, өте нәзік, жұп-жұмсақ пирог болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.